ешқашан да айтпа дейді. Менің бай әкем маған мен жасай аламын деп айтып, мен бұны қалай жасай аламын деп сұрақ қой дейтін. Роберт Кийосаки америкалық кәсіпкер, инвестицияға қатысты кітаптардың авторы, әлемдік бестселлер «Бай әке, кедей әке» кітабының авторы. Бизнес бағытта үйрететін Rich Dad компаниясының құрушысы, қаржылық жағдайы $100 миллион. Мендегі ақшаның көптігі, мен мұны жасай аламын деп айтқанымнан болу керек. Мен тек қалай істесем болады деген сұрақтың жауабын іздеумен болдым. Мен бұл жолды таңдасам, көп қателік жіберуім мүмкін екенін жақсы түсінетінмін, бірақ дәл осылай мен жетістікке жетім. Кедей адамдар менің кедей әкем секілді. Мен сендерге ақшадан жасалғанмын ба? Мен қарапайым мектеп мұғалімін, мен бұны істей алмаймын деп ақталады. Менің бай әкем ешқашан мұндай сөздерді айтпайтын. Сол себепті де адамдар мен мұны істей алмаймын дегенді естігенде, бұл оларға шынайылыққа айналады екен. Ақша бұл сіздердің ойларыңыз, бұл үлкен күшке ие. Әрқашанда өз ойларыңызды басқара біліңіздер, себебі осы арқылы сіздер жетістікке жететін боласыздар. Көптеген адамдар лотерея ұтса ғана өмірі өзгеруі мүмкін деп ойлайды.